Апа, Қорықпаңыздар, ұялмаңыздар. Давайте мен осындай ретпен сұрайын. Қазір ауызша Тоғжан, Айым, Роза, Әйгерім, Зарема. Сосын Аданагүл. Окей? Так, Тоғжан бастаймыз. Past simple формуласы. Subject plus verb to. Окей. Келесі Айым. Сізге сұрақ. Future simple формуласы. Will verb 1. Окей. Роза, сізге сұрақ. Present perfect формуласы. Роза, сіздің даусыңыз естілмейді. Present perfect'қа бізде have been қалайды. апай, сіздің даусыңыз естілмей жатыр, дұрыс. Ой. Have has verb 3. Yes? Have has verb 3. Немесе ed. Айгерім, сізге сұрақ. Past perfect формуласы. Had plus past particle. Verb 3. Verb 3, молодец. Зарема, сізге сұрақ. Зарема, алло. Көрінді ма? Yes. Future perfect формуласы. Future perfect. Subject will have. Will Right, have. yeah. Will have. Verb'тің қандай формасы? Third. Окей, молодец. Verb 3. Келесі сұрақ. Бірінші формулаларды айтып өтемін, содан кейін сіздерге аударуға сөйлемдей беремін, окей? Просто басында тек қана бір қайталап алайық общий формулалар. Данагүл, Мерей, сіздерге бірге қойылады сұрақ, окей? Бірге қойылады. Present perfect continuous формуласы. Subject has been ing. Окей. Мерей, сіз айтпай қалды, сол үшін сізге past perfect continuous. Past perfect continuous. Мен даусым естіліп тұр ма? Иә. Даусым естіліп тұр ма? Иә. Past perfect continuous. Past perfect. Had been verb 3. Жоқ. Verb ing. Окей, good. Continuous. Келесі, Тоғжан, сізге сұрақ. Future perfect continuous. Will have been verb ing. Молодец. Келесі, Айым, yes? Айым, сізге сұрақ. Сен қайдасың? Қазір. Сен қайдасың қазір? Қазір. You know. Сен қазір қайдасың? Фотодағы сөйлемдер. Так. Қайда деген қайда сұрауы? Қайда деген қайда қалай болады? Where? Аха. Where you? Where are you? No. Where are you? Now. Yeah. Етістік жоқ. Yeah, өте жақсы. Етістік жоқ болса, to be-ді қолданасыз. Окей? Қайдасың деген етістік жоқ қой. Билеп атсың ба, сөйлеп атсың ба деген сияқты етістік жоқ болса, to be-ді қолданасыз. Where are you now? Түсінікті? Келесі, Роза, сізге сұрақ. Кеше қайда болдың? Where are you? Wait, where? Where? Ой, не декет. Я молодец. Аха. Where? Қайда болдың? Where are you was? Ардың қолданбайсыз. Where'ді қолданып тұрсыз ғой, ардың қолдана. Were you? Қандай дедіңіз? Сұрақ қалай дедіңіз? Қайда болдың кеше? Сен кеше қайда болдың? Where are you? Ой, жоқ. Yesterday ма? You yesterday ма? Дұрыс. Where were you yesterday?
Good. Келесі сұрақ. Айкерім, сізге сұрақ. Ертең қайда боласың? Айкерім, сізге сұрақ. Айкерім. Айкерім. Ал, Айтсын, м, сұрақа. where you Where you where деген ол will- өткен шақ. Аха. Where will? you be tomorrow? Молодец. Өте жақсы. Өте жақсы. Келесі Зарема сізге сұрақ. Так, давайте. Енді бізде мен ағылшынды күнде оқимын. Ба, сұрақ. Жоқ, сен ағылшынды күнде оқисың ба, сұрақ. I study English every day. Aynen. Еще раз, қайта айтыңыз. Мысалы, мен ағылшынды күнде оқимын десе, значит будет I study English every day, да? Иә. Ал егер де оқимын ба сұрақ болса, ой, оқисың ба сұрақ болса, You will be studying English every day, ма? Okay. сұраулыда қайсы болады? Present simple'да. Present simple'да сұраулы. Так, давайте. Так. Сұраулы. Yes. Present simple. Do ше, do. Кәдімгі do, you, study. Do you study English every day? Молодец. Да? Түсінсіз ғой? Окей. Аха. Аха. Всё. Келесі сұрақ, Данагүл. Зарема күнде ағылшынша оқи ма? Do you Zarema study English every day? Зарема. Үшінші сұрақ. Бірақ қыз. She. She Does. қане жүреді? Does. Yes. Does. Does Зарема. Zarema study English every day? Every day. Good. Келесі сұрақ Тоғжанға. Данагүл кеше ағылшынша оқыды ма? Ағылшын оқыды ма? Так. Did Danagul read English yesterday? Study English. Readке books қолданасыз. Study English. Оқу бір нәрсені, окей? Study English. Did Данагүл study English yesterday. Келесі сұрақ. Айым. Ертең Тоғжан ағылшын оқи ма? I will study. Will come study. She. She емес Тоғжан ғой, she'дің орнына Тоғжан тұрған. Тоғжан. Тоғжан will. Сұрақ болса, will басына келеді. Тоғжан емес, will кетеді. Бірінші will. Will Тоғжан Мгм. study English tomorrow? Молодец. Өте жақсы. Good. Так, келесі Роза сізге сұрақ. Мен ойнап отырмын. I'm playing. Now. Қазір ойнап отырмын, I'm playing now. Окей. Өте жақсы. Мен Айкерім айтады. Роза кеше 3-те ойнап отты. Кеше процесте, то есть бір нәрсе жасап атты болса, онда past continuous. Past continuous формуласы қандай, Айкерім? Was were plus verb ing. Аха, Роза болса, was ба, were ма? Was. Аха, значит, сіз айтып жатасыз, Роза кеше 5-те ойнап отты. Rosa was playing at 5 yesterday. 5 o'clock. Vale. Бәрібір at 5 болсын, at 5 o'clock болсын, yesterday, окей? Good. Молодец, Айкерім. Так, Зарема сізге сұрақ. Айкерім ертең 5-те ойнап отырады ма? Сұрақ.
Әйкерім ертең 5-те 5-те ойнап отырады. ойнап отырады ма? Так, Процесс м, болады. Ойлаңыз. Қандай шақ қолданады значит, бірінші? это future будет. Future қандай? Future қандай? Future continuous па? Future simple ма? Не болады? Will you, она же процесс болған соң future continuous болады. Тогда Молодец. will you be playing tomorrow at 5 o'clock или At 5 o'clock at tomorrow. 5 o'clock tomorrow. Okay. Окей. Бірақ you емес, Айкерім. Окей? Өйткені Айкерім ойнап отырмын деп шығады. Окей? Окей. Good. Келесі сұрақ. Енді қандай шақтарға көшеміз? Perfect'тарға көшеміз. Right? Данагүл. Okay. Мен так. Мен так. Сейчас, подождите. Мен Түркияда болмадым. Осы уақытқа дейін. I haven't been in Turkey Yes. by now. Нет, by now емес. By now дедіңіз, а? Ой, sorry, By by now дебесін. Окей, by now. Окей. I haven't ever been to Turkey. Немесе I haven't been to Turkey by now. In Turkey. Okay. Mhm. To Turkey. To. In деген емес to қолданамыз. Present perfect'те. Ой, perfect'тарда. Келесі, Тоғжан, сізге сұрақ. Мен ағылшын оқымадым кешеге дейін. Оқымадым. No, I'm not емес. Бір уақытқа дейін деген болса, онда past perfect қолданады. Окей? Past perfect бір нәрсеге де бір уақытқа дейін. Значит, қалай болады, Тоғжан? I hadn't Оқымадым ағылшын. Оқу ағылшын. так, written үшін Жоқ. Study. Ағылшын. I hadn't studied English. Кешеге дейін. By yesterday. Молодец. Өте жақсы. By yesterday. Келесі сұрақ айымға. Так. Бірінші, feature perfect'ің формуласын айтыңыз. Future perfect'ің формуласын айтыңыз, айым. Future perfect, так, will have verb 3. Окей. Мен ертең ағылшын оқимын. Ой, оққаныма. Где-то здесь. Ох, сейчас. Так, подождите. I will... Sorry. Так, подождите. Мен Астанада тұрғаныма 5 жыл болады. I live in the Нет. capital. 5 жыл болады ертең. Расскажем. 5 жыл болады ертең. I will have lived. Так, 5 жыл болады. Қайда? In the capital. Астана или? Capital. Okay. In the Астана. In Астана, немесе in the capital. Ага. Потом? In the capital. 5 жыл. Or? 5 years. So that I will have lived in the capital for 5 years. Ертең. Tomorrow. Короче, ертең 5 жыл болады деп тұрмын. В общем, бүгін 4 жыл 364 күн деп па. Вот. Так. Окей. Роза, сізге сұрақ.
Мен 1 июльға дейін ұбт тапсырып боламын деп айтыңыз. Bir нәрсені бітіру. Болашаққа дейін. Тоже бағанағыдай will have verb 3 қолданады. Мен ұбт тапсырып боламын. Нешеге дейін? Июльге дейін. I will. Сіз даусын шықпай тұр ғой, Роза? I will have in the June. Так, подождите. Ағылшынды бітіремін. Ағылшын бітіремін. Ағылшынды кеттім ғой бәрі. ұбт бітіремін. I will Have. бітіру Бітіру деген ғой. Кім біледі? Бітіру. Finish or pass. Pass. Окей. Pass. Нені? ұбт. ұбт деген қалай болады ағылшынша? UNT. You and Z. Аха. I will have is it called in Тапсыру. past I will have passed UNT in June. Жоқ, сіз июльға дейін. Дейін. Bir нәрсеге дейін дегенде екі әріп қолданады. In June. By. By June. June емес, Juneға дейін емес қой, сіз июльға дейін бітіресіз ғой. Әлі бітірген жоқсыз ғой. Ой. July ма? Yeah, by July. Okay, by July. Good. Түсіндіңіз ғой, Роза? Так, келесі. Айкерім, сізге сұрақ. Менің ойнап отқаныма 20 минут өтті деп айтыңыз. Болды. То есть, өтті деп болды. 20 минут болды. Қандай сұрақ болды? Бірінші Айкерім? Айтып жүріңіз. Қандай шақ қолданады? Егер де біз бір нәрсе 20 минут болды деп айтатын болсақ, бойы деп айтатын болсақ. Present perfect continuous ба? Молодец. Present perfect continuous формуласы. Have has plus verb ing. Молодец. Енді соны қолданып айта қойыңыз. Менің ойнап отқаныма 20 минут болды. Ой, болды деп қой. Бойы ойнап отырмын. Әлі ойнап отырсыз. Аха. I have Playing. Так, подождите. I have. Сіз өзіңіз формуласын айттыңыз ғой. Have, has, been, ing. Значит? I have been playing. Playing. 20 минут бойы. 20 минут. Үш әріп қолданады. By. Жоқ, ол бір оған дейін ғой. For. For. 20 minutes. Молодец. Өте жақсы, Айкерім. For 20 minutes, right? Жақсы. Айданагүл сізге. Мен кешеге дейін не істегеніме? Тамақ істегеніме 5 күн болды. Мен кешеге дейін 5 күн бойы тамақ істедім. Қас істемейсіз уже. Данагүл. I have cooked for 5 days. Не, сізге айтып тұрмын. Кешеге дейін тамақ істегеніме 5 күн болды, и потом бүгін уже істемейсіз. Қандай шақ қолданады? Past perfect. Жоқ. 5 күн болды. 5 күн. Ұзақтығын айтатын болсақ, қандай шақ қолданамыз? Continuous. Қандай continuous? Past. Past. Present. Past.
Perfect continuous. continuous. Ага, past perfect continuous. Давайте. I had been cooking for 5 days, but now I жоқ, don't. кешеге дейін. But I By by yesterday. Thursday, but I don't cook now, yes? Yes, but I don't cook now. Молодец, өте жақсы. Тоғжан, сіз айтыңыз. Мен ағылшын оқығаныма 5 жыл болады ертең. Қандай шақ қолданады біріншісін айтыңыз? Future perfect continuous. Молодец. Енді соны айта қойыңыз. I will have been studying English. 5 жыл болады. Қызық. Бес 5 жыл болады. 5 жыл болады, значит 5 жыл бойы оқыдыңыз осы ертеңге дейін. For 5 years. ертең болады. Ой, Дұрыс айтасыз, for 5 years. tomorrow. Молодец. Вот. Өте жақсы. 12 шақты бітірдік. Наконец-то. Енді айым сізге сұрақ. Reported speech бойынша. Окей, reported speech бойынша. Present simple қандайға ауысады? Direct and indirect. Past simpleға. Молодец, өте жақсы. Роза, сізге сұрақ. Past simple. Роза. Дауыстарымыз Past қосылды. simple. Past simple. Роза. Present perfect. Past simple. Қалай present perfect айналады? Past вообще ешқашан present айналмайды. Future. Future-ға айнала ма? Past. Ораңыз, past. Past қалай future-ға айналып кетеді? Past айналма. Өзіне ма? Да? Жоқ. Past simple қандай шаққа айналады? Жоқ, осы шаққа present па? Айым. Жауап беріңіз. Айым. Past perfect simpleға? Иә. Ой, past perfect. Past perfect, иә. Past perfect. Қараңыз, present. Past айналады. Past simple, past perfect айналады. Past perfect ол past simple-дің атасы, атасы емес, әкесі. Окей? Немесе былай айтсақ болады, қараңыз. Present simple ол баласы, past simple ол папасы, ал қайсы past perfect ол ата. Окей, то есть осылай. Артқа бір шақ, окей? Раз деп секіреміз. Good. Келесі, Әйкерім. Past perfect неге айналады? Past simpleға ма? Ата қайтадан папаға айнала ма? Қараңыз. Present па? Ата папаға айналмайды ол ешқашан. Ата артқа қарай шақ жасап жатырық қой біз ше, иә? Бәрін, мынаның папасы кім деп іздеп жатырық та біз? Баланың папасы, мынау папасы. Папаның папасы ата. Атаның папасы кім? Деген сұрақ. Past perfect continuous емес па? Жоқ. Атаның папасы ата. Оның папасы жоқ. Сіздің дедушка деген жоқ. Окей? То есть, значит, ол не деген сөз? Әйкерім? Айналмайды ештеңеге. Значит, Past perfect болып қалды ма? дұрыс. Осылай. Өте дұрыс. Окей? Түсіндіңіз ғой? Түсіндіңіз ма? Осы ережені түсіндіңіз ғой? Осылай тақтап алу оңай, өте оңай болады. Дана сізге сұрақ. Present continuous-тың папасы кім? Past continuous. Молодец. Келесі past continuous-тың Тоғжан. Indirect speech-ке қалай болады? Past не дейсіз? Past continuous. Indirect speech-ке қалай ауысады? Past continuous, past perfect continuous. Молодец. Окей? Past деген сөздің алды, ол past perfect всегда. Өз continuous қала береді. Айым сізге сұрақ. Future simple қалай айналады? Future simple. Present simpleға? Future simple папасы жоқ. Future simple ол present-тен басталады. Қараңыз. Future simple формуласы. Аха. Қайдан түсіндіресіз? Папасы, атасы, әкесі түсінбей тұрмын. Окей, қазір айтам. Бірінші айым айтсын, сосын айтам.
future simpledікі. Формуласы қандай? I am future simple. Will. Аха, will'дің өткен шағы қандай? Would. Я. Енді қалай айналады? Would айналады, то есть. Мысалға, I will past go комма? болса, я. То есть I am will go болса, I am would go болады. Go айналамайды, would қана, will would айналады, окей? Окей. Түсіндіңіз бе? Тек қана will would айналады. Все, молодец. Келесі сұрақ. Бірінші айтайық. Папасы деген кім түсінді? Түсіндіңіздер ме барлықтарыңыз? Папасы, атасы түсінбей қалдыңыз, иә? Или түсінбесеңіз бір қысқаша тағы айтып жібере салайын. Бір қараңыздар. Үш нәрсе бар. Мынау ата, дәу. Ішімнен ішіп қойғам деп. Сосын мынау баласы. Ең кішкентай қолында зат осы. Мынау баласы, мынау папасы. Окей? Мынау ата. Ата өсіп тұрады. Қараңыздар. Мынау present. Просто сөз simple емес, бұл present. Мынау past. Мынау past perfect. Окей? То есть мынаның алды ол past. Present'тің алды past. Ал past'тың алды ол past perfect. Түсінтіңіз бе? Сіз алып, present'тан future деп айтпайсыз. Немесе past'тың атасын алып кеп future'ға. Қараңыз, ата ол бұрында өмір сүріп кеткен, сіз алдыңызда оны келесі ғасырға алып қойдыңыз ғой, 2030 жылға деп ше, қойдыңыз ше, 2040 жылға. Ол өтіп кетті уже. Бұның алды жоқ, бұл өзі алды. Окей? То есть ол past perfect па, past perfect болып қалады. Түсінікті ма? Түсіндіңіз бе? Нормально. Окей. Көп жаттығу жасау керек негіз. Сол кезде түсінесіз. Так, келесі сұрақ сіздерге. Неге passive voice'қа көшеміз ба? Complex subject. Окей. Бірінші passive voice'ті қысқаша айтып кетейік, сосын комплекс subject'ке көшеміз. Так, passive voice'та. Active voice'тан passive voice'қа айналу үшін не болу керек? Қалай ережесі қалай? Active voice'тан passive voice'қа айналдыр деп тұр мысалға. Не істейсіз бірінші? Verb 3. Object. Subject'ті object'ің орнына ауыстырасыз. Я? Мысалға? Object'ті subject'ті орнына келеміз. Молодец. Active voice'тағы. Мысал келтірейік. I wash the floor. The floor. I was wash the floor. The floor was washed by me. Нет, смотрите, I was washed деп айтпайсыз ешқашан. I washed өткен жақ. Washed. Washed, yes. Waspен бірге verb болмайды. Я. Аха. Болады, егер де waspен бірге verb болады, егер де verbқа не қосасыздар? ING. Немесе ING. I was dancing деген сияқты. Келесі сұрақ сіздерге былай. Мен қазір active voice айтамын, соны passive voice'қа айналдырасыздар. Розада бастаймыз. Роза. I study English. Ауыстырыңыз. I study English. Passive voice'қа айналдырыңыз. Study English by me. English бірінші қойасыз. Бірінші орындан ауысасыз ғой. English is studied by me. By me. Окей. Жақсы. Келесі Айкерім сізге сұрақ. I studied English. Өткен шақ. I studied English. Өткен шақ. English study. English was studied. English was studied by me. Okay? Так, келесі сұрақ. Данагүл. I will study English. The study will have been English. The English will have been studied. English. Почему will have been? I will. Will be studied.
I will study English. English will be studied. Be studied by me. Аха, давайте бірінші, мне кажется, кішкене ой, барлықтарыңызда проблема болып кетті. Мен сізге айтайын. Бірінші формулаларын сұрайыншы. Так, Тоғжан, осындасыз ба? Тоғжан. Окей, Тоғжан, давайте сізге сұрақ мынандай. Ау? Айта беріңіз бар. Окей. Сізге сұрақ. Present simple'да active voice'дан passive voice'қа қалай ауысады? Present simple-да. Иә. Present simple-дің to be-мен is жаңағы is are am мен verb 3. Мысалы, Молодец. apple is eaten by me. Apple eaten? Apple is eaten. Өзіңіз айтып. Окей, түсінсіз ғой қазір? Так, келесі сұрақ айым сізге. Past simple'да қалай ауысады? Was were. Аха, Сосын қасына verbs 3. молодец. Молодец. Келесі сұрақ. Роза. Future simple'да. Қалай ауысады деген ба? Иә. Бірінші future simple'дың формуласын айтыңыз. Will have, have. Future simple'дың формуласы, Роза. Future simple, обычный. Ойланыңыз. Will'дан кейін it's-тің қандай формасы тұрады? Үшінші. Future'да will'дан кейін, future simple'да will'дан кейін қандай форма тұрады? Тағы да қоям. Үшінші ғой. Обычный simple'да. Бірінші ма? Иә. Енді сіз қараңыз. Сабақ отырма, қарашы, сабақ айналған отырмай кезде. не бересің ма? Ау, айтыңызшы дұрыстап. Passive voice қалай айналады? Passive voice-қа. Қалай кәдімгі? Білмеймін. Passive voice. Роза осыдан мен оқушым болсам ше, осы жерде ұрып өлтіруші еді бар. Я оқымай кетейін деп ше. Рахмет айтыңыз мен оқушым болмағаныңызға. Окей. Келесі Айкерім. Айкерім, yes? Айкерім, давайте айтыңыз. Future simple'да қалай ауысады? Passive voice'қа. Will be plus verb 3. Окей, молодец. Опа. Дұрыс. Так, Дана, сізге сұрақ. Future simple айттық. Енді present perfect. Ауысады қалай? Passive voice'қа. Present perfect plus verb 3. Present perfect не қосылады? Так. I have been. Мысалға, I have studied English болса, қалай ауысады? English have been studied by me. Has been. Бірінші тоқ қой. Has been studied. Has been, yes. Studied by me. Значит, не қосылады? Не қосылады? Been қосылады. Been. Been. Окей? Good. Так, келесі. Yes. Айым. Айым деп мұға. Тоғжан, sorry. Тоғжан. Так, past perfect. Қалай ауысады? Past perfect. Так. Сейчас. Was verb 3? Так, подождите. Past Had perfect. been 3.
Аха, все. Я have been. Окей, good, молодец, тоже молодец, окей. Шошып кеттің ғой, тоже. Так, келесі, айым, сізге сұрақ. Future perfect. Айтыңыз, future perfect. Will have been verb 3. Will have been verb 3. Өте жақсы, окей, good. Так, келесі сұрақ. Роза, қазір айтпасаңыз, жіберем деп балай. Сізге сұрақ. Present perfect continuous формуласын айтыңыз, бірінші обычный формуласын айтыңыз. Halfway. Have, потом. Кстати, балдар, 1 минуттан аз уақыт қалды. Тезірек айтамыз. Бүгін біз үлгермей қалып жатыр, бірақ аударып та үлгердік, ес? Сабақ сіздерге ұнады ма? Барлық түсінікті ғой, ес? Да, рахмет. Барлықтарыңызға, кіргендеріңізге, активны болғандарыңызға. Конечно, көп нәрсені қайталау керек, бірақ деңгейлеріңіз үшін өте жақсы. Негізі бұдан да нашар деп күткен болатынмын. Өйткені осында отқандарыңыздың элементарий деп жазасыздар деңгейлеріңізді. Сондықтан да мен бұдан нашар деп күткен болатынмын. Мен аудара алмайды сөйлеңдерді деп беріп көрейінші деп естіп қарадым. Өте жақсы. Бірақ Роза сізге әсіресе қатты қайталау керек, окей? Роза, сіз ғана элементарий